Бүгін мен мынау мұздатқышымда жатқан бүйрек, сосын мына өкпені алдым. Сиырдың өкпесі, қараңыз. Оны қайнатып алдым. Енді қазір жуып тазалап, майдалап турауым керек. Мына ағаларың өзі қуырдақты жақсы көресін. Майдалап өзі турап атыр. Қазір молып турап қойдық. Мына өкпе, бүйрек бәрі майдалап туралған, дайын тұр. Мына қазанымызды дайындап қойдық. Қазір майымыз қалсын, қуыра бастаймыз. Пиязбен бірге қуырып аламыз. Осы жерде дәмдеуіштердің бәрін салыңыз. Біраз қуырамыз бірге салыңыз. Әйелеп, өкпесі қараяды, өкпе. Мына 5 минут қуырғаннан кейін мынау соя тұздығын құйып жібердік. Бірімізді араластырып аламыз. Сәбізін салып атамыз. Сәбізімен бірге қуыру керек. Осы кезде қуырылып болды деген кезде азғана су құйып жіберіңіз. Сосын астын жай қойыңыз. Енді өстіп 1 сағат қуырылуға тиіс. Міне 40 минут өткен соң үстіне картобын қосып жібердім. Енді қараңыз, тағы да енді жай отта жарты сағат ұстаңыз. Міне дайын болды. Бар жоғы 1 сағат 20 минут уақыт кетті. Қараңыз. Қазір дастарханға барады. Керемет тағам болды, қараңыз. Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің демекші. Бұл түйе соймай-ақ қуырдақтың көкесі болды. Бір өкпемен, бір кішкентай бүйрекпен сиырдың керемет қуырдақтың көкесі болмаған. Енді менің осындай әдісім ұнап жүрсе, ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Сіздер қуырдақты қалай жасап жүрсіздер? Оны айтыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.